Дәстүрлі республикалық мектепке жол акциясын шамбылдық мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктері және бизнес қауымдастық өкілдері де қолдады. Бүгін орталық базар әкімшілігі көп балалы және аз қамтылған отбасыларының 15-іне мектепке қажетті кеңсе тауарлары мен қыстық киімдер алып берді. Қалың куртка, спорттық костюм, жазғы және қысқа аяқ киім. Әр баланың жасына лайықталып, жаңа киімдер сатып алынған. Бұл базарлықтар нөмір 30-шы мектеп лицейіндегі көп балалы отбасынан шыққан оқушыларға тарту етілді. Басты мақсат балаларға негізгі мектепке баратын құрал жабдықтар, киімдерді және де әртүрлі басқа да қайырымды жандардың алып келген киімдері, құрал саймандары мектептерге осы өрге қосылған. Ал енді бұл осы іс-шара жайында болып жатқан республика аймағында басқа да шаралардан да біз ешқашанда қалыс қалмауға тырысамыз. Бұл балаларды барлық жағдаймен қамтып кетпейді, бірақ та дегенмен де кішкене балалардың көңілін көтеруге, көңіліне қуаныш сыйлауға демеу болып табылады. Аталмыш акция 2019 жылдың 1 шілдесінде басталған. Осы аралықта барлығы 19 мыңға жуық балаға 210 миллионнан аса көмек көрсетіліпті. Оның 198 миллионға жуығы жергілікті бюджет есебінен болса, 12 миллионнан астамы демеушілер қаражатын алынған. Айта кетейік, бүгінгі күнге көп балалы және аз қамтылған отбасынан шыққан балалардың саны 28 230. Өткен жыл акция аясында 32 106 тұрмысы төмен отбасының балаларына 324 миллион 752 мың теңгеге материалдық көмек көрсетілді. Гүлжан Серік, Азизхан Әбдір, 7-7 Ньюс.